Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет пиццаның рецептімен бөлісемін. Ерекше оригинал соуспен жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Оның үстінен жылы суымызды құямыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. 1 шай қасық толтырмай тұз саламыз, 1 шай қасық аштық саламыз, сұйық май құямыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неге бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Соусын жасаймыз. Қызанағымызды осылай тіліп шығамыз. Тек қана бас жағын тілсек жетеді. Бұл бізге соусын жасау үшін керек. Соусын майонез кетчуптан жасамаймыз. Арнайы пиццериядағыдай оригинал соуспен жасайтын боламыз. Түп жағында ойып алып тастасақ болады, тазалағанда өзімізге оңай болу үшін. Қызанағымыз бөліп болғаннан кейін үстіне ыстық қайнаған су құямыз. Және 10 минутқа қалдырамыз. Сонда қабығының бәрі ажырайтын болады. 10 минут өтті, енді қабығын ашитын боламыз қызанақтарын. Суға салғаннан кейін қабығы оңай ажырайды. Қабығын бәрін осылай ашып шығамыз. Одан кейін сіздерде блендер болса, сонымен езуге де болады. Егер болмаса, үккіштен өткізуге де болады. Мен үккіштен өткізетін боламын. Осындай 3 сарымсақты, осындай сарымсақ езетінен өткізіп аламыз. Болмаса ұсақ етіп турауға да болады. Шұжығымызды жіңішке етіп кесіп шығамыз. Қалың қылып қоймаймыз. Осындай қалыңдық бізге жетеді. Қызанағымызды жуып, оны да турап шығамыз. Оны да жіңішке етіп тураймыз. Қызанақтың қаттысын және майдарегін таңдау керек. Сонда әдемі көрінетін болады. Енді ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Бізге 2 сырға 400 грамм ірімшік жетеді. Табамызға сұйық май құйып қыздырдым. Оның үстінен үккіштен өткізілген сарымсақты салып туратын боламыз. Ең баяу отына қойып турамыз. 1 минут болса жетеді. Пиццаның соусының ең маңызды дәмдеуші осы орегано. Осыны қосса, дәмі өте керемет болып шығады. Кез келген дүкенде, азық-түлік дүкендерінен таба аласыздар. Бағасы өте арзан болып тұрады. Осыдан 1 шай қасықтай қосамыз. Осылай 1 шай қасық толтырып қосып, бұны да 30 секундтай қуыратын боламыз. Енді жаңағы үккіштен өткізілген қызанағымызды салып қуырамыз. Осындай паприкадан 1 шай қасықтай қосатын боламыз. Әдемі қып-қызыл түс береді. Осылай жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осылай қайнайды. Әбден суының бәрі тартылып, қою болғанға дейін
қайнатамыз. Бізде мінекей соусымыз қоюланды, суының бәрі тартылды. Енді астын өшіреміз. Қамырымыз ашып дайын болды. Енді кішкентай бөліктерге бөлетін боламыз. Үлкен пицца болса 2-ге, кішірек қылсаңыз 3-ге бөлуге болады. Осылай дуалар жасаймыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Енді шет-шеттерінен соусы шығып кетпеу үшін осылай бортик жасап шығамыз. Сыры да шығып кетпейді. Барлығы ортасында тұрып әдемі көрінетін болады. Бұлай өрмей-ақ, бұлай қайтарып қойып шықса да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қамырымызды пергамент қағаздың үстіне қойып алдық. Енді соусымыздан 2-3 қасықтай салып жайып шығамыз. Соусты түгел жағып болғаннан кейін үстінен сырымызды сеуіп шығамыз. Енді үстінен шұжықтарымызды орналастырып шығамыз. Бұл менде пепперони пиццасы, келесіде маргарита пиццасын пісіремін. Енді қызып тұрған пеште 250 градуста 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Көп ұстамаймыз, ірімшігіміз күйіп, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Кішкене алтын түске енгеннен кейін пештен аламыз. Екінші пиццамыздың да ірімшігін сеуіп қамырды жайдым. Енді үстінен қызанақтарымызды қойып шығамыз. Мінекей біздің пиццамыз осындай жұмсақ болып шығады. Асты-үсті толық піседі. Мінекей мына пиццамыз да осылай жұмсақ болып шығады. Достар, осымен біздің пицца дайын болды. Дәмі өте керемет, әрі жасалу жолы да оп-оңай. Оригинал соуспен дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер менің рецептім ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлемете болыңыздар.